Баршаңызға сәлем. Дәмі аузынан кетпейтін өте дәмді банафипай дайындаймыз. Ең алдымен менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Өте оңай жасалатын және әрі дәмді банафипайымызды жасауға кірісеміз. 300 грамм печенье керек. Блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Барлығын ұсақтап болғаннан кейін ерітілген 100 грамм майымызды қосамыз. Майымызды қосқасын барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Қолымыздың көмегімен печенье мен майды бір-біріне біріктіруіміз қажет. Май мен печенье бір-бірімен біріккеннен кейін формамызды алып видеодағыдай жасаймыз. Қолымыздың көмегімен осылай форма жасаймыз. Және ішіне вареный сгущенканы салатын боламыз. Осы фирманы пайдалансаңыздар, банафипай өте дәмді болып шығады. Үлкен қасықпен 3 қасық жеткілікті. Қасықтың көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Келесі кезекте банандарымызды турап, бетіне қойып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 1 немесе 2-3 банан қойсаңыздар да болады. Және бетіне крем дайындаймыз. Алдымен сливкимізді құйып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Крем формасын ұстағаннан кейін мешокқа салып, бананымыздың үстіне кремімізді жағып шығамыз. Бетіне қалауларыңыз бойынша какао сепсеңіздер болады. Банафипайымыз дайын. Осы формасымен бірге холодильникке 20 минутқа қойып қою керек. Енді кальцоны шешетін боламыз. Дәмі аузынан кетпейтін, балаларға да, үлкендерге де сөзсіз ұнайды. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, рецепттерімді бірінші болып көретін боласыз.